Қайырлы күн достар, бүгін мен сіздермен гороховый суптың рецептімен бөлісемін. Өте дәмді шығады. Комментарий қалдырып, каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Осылайынша өзімізге қажетті мөлшердегі етті алып турап аламыз. Салқын суға жақсылап жуамыз. Кастрюльkamыздағы суымызға етімізді салып қайнатуға қоямыз. Әзірге сорпамыз қайнағанша пиязымызды осылай майдалап тураймыз жіңішке етіп. Сәбізімізді теркадан өткіземіз және помидорымызды, қызанағымызды майдалап тураймыз. Мінекей осылай турап алдық. Бізде етіміз, сорпамыз қайнады. Көбігін осылайынан тазалап аламыз. Енді кезекте бізде пияз бен сәбізді арнайы сковородкаға май құйып жақсылап қуырып аламыз. Осылайынан пиязымызды, одан кейін сәбізімізді салып жақсылап қуырамыз. Қызанағымызды қосамыз. 1-2 минут көлемінде қуырып, қайнап тұрған сорпамызға қосамыз. Сорпамыз қайнай береді. Біз горохты жуып алып келіп саламыз. Жуылған горохты осылайынан саламыз. Және де 20 минут көлемінде қайнатамыз. Қажет мөлшерде тұз саламыз. Келесі кезекте бізде картопты салып, сорпамыздың аузын жауып, қақпағын 40 минут 1 сағат көлемінде қайнатамыз. Сонымен біздің асымыз дайын болады. Мінекей бізде сорпамыз дайын. Өте дәмді, пайдалы, жеңіл сорпа жасап көріңіздер. Каналға жазылып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Баршаңызға ас болсын.